Қайырлы таң. Бүгін мен сіздерге сүт сүзбесі қосылған печенье пісіріп көрсеткелі отырмын. Сүт сүзбесі, яғни творог бізде қазір мына жерде 200 грамм, 2 стакан ұн, және 100 граммдай май, нан копсовкасы, кішкентай пачкасынан чай қасығымен 1 қасық саламыз. Сонымен қатар мұнда менде жарты пакет, мынада үлкен пакеттің ванилия қант. Сонымен қатар қантымыз керек болды, бірақ оны артынан кейін көрсетемін, бізге қазір емес. Енді мына жаңағы сүт сүзбесі менде кішкене ұсақтау емес сыртықтеу, сондықтан мен блендермен ұсақтаймын, ұнтақтаймын. Сіздер егер блендерлеріңіз жоқ болса, мынандай сүргішпенен үстіне салып, қолданыңызбен бүйтіп үгітсеңіздер, барлығы астына ұсақталып үгітіліп түседі. Және сонымен қатар бір тал жұмыртқа. Енді қазір мен блендерден ұсақтап уатып аламын. Міне мен сүт сүзбесіне майымды да қосып жібердім. Қазір блендерден ұсақтап аламын. Енді мен майымды жаңағы сүт сүзбесіне қосып, блендерден мынандай ұсақтап жаңағы жанышқылап алдым. Енді бір жұмыртқаны қосамыз. Жақсылап араластырып жіберемін. Қазір енді үстіне ұнымызды қосып елеуіштен. Міне езіп жұмыртқамызды сүт сүзбесімен дайындап қойдым. Енді ұнымызды елеуіштен өткізіп саламыз. Оның үстіне жаңағы бір ас қасық нан копсовкасын қосып жібереміз. Мына ванильный қантты мен қазір мына сүт сүзбесінің үстіне салып, оны да араластырып жіберейін. Енді ұнымызды елеуіштен өткізіп араластырамыз. Енді арқалықта қолымызбен елеп аламыз. Жаңағы жұмыртқа, сүт сүзбесі, майымызды құйғаннан кейін стакандарда түттірмен болады. Сондықтан онды шетінен салып отырасыздар елеуіштен өткізіп. Сондықтан мен жаңа сіздерге салардың алдында граммен өлшеп алуым керек еді. Граммен өлшегем жоқ. Міне нанымыздың жұмсақтығы мынандай болды. Міне қараңыздар. Енді қазір мен кішкене ұн сеуіп, нақтақтаймыз. Тағы да ұнның үстіне бүйтіп елеп жіберем. Енді бір 30 минуттай, жарты сағаттай нанымыздың бетін жауып, тынсын қойып қоямыз. Міне нанымыз жарты сағаттай тынды. Енді кішкене мен ұн сеуіп аламын.
нанымыздың жартысын бөліп, қазір жаямыз. Бір қалыңдығы 2-3 миллиметрдей болса жетіп жатыр. Ай. Қалыңдығы жетеді деп ойлаймын. Енді мынандай кішкене кескішімізді алып, сіздер стаканмен өздеріңіз білесіздер, қалай ыңғайлы солай кесіп. Мынауымыз қайтадан елеп жайып жүргенге жарайды. Қараңыздар, мен алам қантқа, етіп қантқа бастырып аламыз. Енді осы қант жағын бүктейміз. Қараңыздар, сіздерге көрініп тұр ғой. Бүктейміз. Енді тағы қантқа саламыз. Енді мына қантты үш жағына келтіреміз, бүктейміз. Міне сонда мынандай печенье болып шыға келеді. Енді сіздер жаңағы духовкаға салатын пергамент ақ қағаздарыңызды төсеп не қыларыңызға болады. Менде мынандай специальный коврик, сондықтан мен осының үстіне қоя беремін. Міне тағы да басып алдыңыздар. Мына қантты басылған жағы ішіне қарайды. Ішіне қарай бүктейсіздер. Енді тағы да бүйтіп қанттың үстіне салып басасыздар. Енді қантты қайтадан үш жағына келтіріп бүктейміз. Енді бұны қалай дейді? Гусиный лапки дей ма? Міне мен жаңа печеньямыздың бәрін жасап, міне салдым. Енді қазір духовкамызға салып пісіремін қазір. Міне 180 градус духовкамыз қызып тұр. Қазір саламыз. 15 минутқа қойдық, тағы көрем. Міне мен духовкамнан шығардым. Печеньямыз пісті. Бірақ 15 минут емес, мен 25-27 минуттай пісірдім ғой деймін. Енді қазір кішкене суысын, содан кейін алып тарелкемізге саламыз. Міне жаңағы сүт сүзбесі салынған печеньямыз пісті. Соның арасында мен крахинна тәтті тоқашымызды да пісіріп үлгердім. Енді міне қазір кішкене үстеріне сахарный пудра сеу. Екеңіздер, көріңіздер, қандай керемет, әдемі. Мына крахинның мен сіздерге алдында пісіріп көрсеткен болатын. Міне екеуінде бір уақытта, қазір сағат 6-дан жаңадан ғана кетті, бір 6-дан 10 минуттай.
мен екеуін де пісіріп дайындап үлгердім. Сондықтан сіздер де пісіріңіздер, дәмі керемет дәмді. Сондықтан бірге болыңыздар, маған жазылыңыздар.